бар екен, сөйлей береді. Қазір біздің жастар сондай құмар болып барады ғой, анағанда прикол ұстайды, анағанда тамада сияқты да. Енді бұл жақсы нәрсе емес екен. Бір адам сөйлей береді екен, анағанда сөйлейді, анағанда сөйлейді, анағанда сөйлейді, сөйлей береді. Бір күні түйесімен келетсе, түйесі боқ түсіпті. Түйенің тезегіне қарап тұрса, андай қоңыздар болады ғой жаздың күні. Тезекті бүйтіп домалақтап шарик жасайтын. Сол шарик жасаған екі қоңыз кеп, тезекті бүйтіп домалақтап жатса, бүйтіпті ғой. Бір жағы достар естісін деп. Құдай қызық депті. Не болса, сасық боқты жейтін сасық қоңызды нағып жаратады депті ғой. Делать нечего, что ли, депті ғой. Содан біраз уақыттан кейін ауырып қапты жақсы. Камаграфияға түседі, анаған барады, наған барады, тәуіпке барады, молдаға барады, ешқандай пайда жоқ. Соңын бір білетін бір молдаға барыпты, сол не дейтін десе, түйенің тезегі бар ғой депті, я, соны домалақтаған шаригі бар ғой депті, я, оның қайнатып ертең өте ішу керек саған депті. Соны оның қайнатып ішіпті, жазылыпты ауруынан. Жазылғаннан кейін осындай жиынға келіп, сөйле десе, сөйлемеймін. Сөйлесеш, сөйлемеймін. Бір рет сөйледім, 10 күн боқ жедім депті.